Қымбатты көрермен, біздің студиямызға келіп жайғасқан қонағымызбен таныс болыңыздар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, опера әншісі Азамат Жылтыркөзов. Қош келдіңіз. Азамат, көңіл күйіңіз қалай? Таң қайырлы болсын. Микрофонға айтсаңыз. Қайырлы таң. Өте жақсы. Сіз енді ән өнерінің ең күрделі, сондай бір жанры операда жаста болса, өзіндік орныңыз қалыптасқан әншісіз ғой. Енді неліктен опера деген сұрақ туындайды ғой бұл жерде. Бір сұхбатыңызда, егер бұл дарынды бойымнан байқамасам, мүмкін аспаз болар ма едім депсіз. Иә, ондай болған. Яғни өзіңіз байқадыңыз ба? Жоқ, енді өзім байқағанда бала кезімнен тәрбиеледі, музыка мектебіне апарды. Сосын енді ол кездерде жиі көрсетіп тұратын, Серкебаев сияқты, Ермек Серкебаев атамызды, Бибігүл Ахметовна, Роза Бағланова сияқты сынды әншілеріміз. Сол кісілерге қарап, өзіме сондай алдыма мақсат қойып, опера әншісі боламын деп айтқан, бірақ енді жетіп келе жатырмыз деген ойдамын. Тамаша. Енді 30 жасқа дейін Азамат мырза дарын жастар сыйлығының иегері атандыңыз. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы қоры сыйлығының иегерісіз. Шетелде де біршама баға алып, опера әншісі деген керемет атаққа лайықты болып жүрген жансыз. Тағы да алар асуларым бар деп ойлайсыз ба? Әрине, енді өнерде шығар белестер, асулар деген көп. Енді біздің вокалдық өнерді алатын болсақ, 35 жасқа дейін халықаралық сайыстардың жас мерзімі 35 жасқа дейін. Қазіргі мен осы еңбек сіңірген қайраткері бола тұра, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері бола тұра, ұстаз бола тұра, профессор бола тұра, оның бәріне қарамастан мен әлі күнге дейін вокалдық сайыстарға қатысамын. Ең соңғысы 2017 жылы Ереванда өткен Арам Хачатурян атындағы халықаралық конкурс. 2018-де мына Джокино Россини атындағы конкурсқа қатыстым Италияда. Тоқтауға болмайды деген өзім ойдамын сондай. Әрдайым өнерді шыңдап тұру керек. Дұрыс айтасыз. Енді опера әншісінің дауыс күтіміне келейікші. Неше түрлі аңыз бар ғой енді. Былай істейді екен, былай жейді екен деген сияқты. Ондай аңыз да бар, ана шикі жұмыртқаны ішеді деген тағы да. Енді оның бәрі аңыз деп өзімде солай ойлаймын. Енді күтіну керек, сол қатты ыстық, қатты суық ішпей. Енді адам өз денсаулығын қалай күтеді, солай күтіну керек деген. Қатып қалған Азаматтың өз қағидасы жоқ, иә? Ондай жоқ. Балмұздақ жейсіз ба? Жеймін. Тамаша. Енді бағана ғана айтып қалдыңыз, ұстазсыз, иә? Қазақ ұлттық өнер университетінде. Иә. Сол төрінде айта кетейік, шәкірттеріңіз көп пе? Талантты жастар бар ма? Көп па? Бар, әрине. Өзіміздің артымыздан інілеріміз ілесіп өсіп келе жатыр. Енді мен жаста болсам, мен сол оқу ордасын бітіргеннен кейін мені қалдырды кафедрада, ұстаз қылдырып. Қазіргі таңда сол жақта қандай мамандықтан? Вокалдық өнер мамандығынан, өзімнің жаңа опералық ән салу мамандығынан сабақ беремін. Енді тұңғыш студенттерім қазір Астана опера театрында жұмыс істеп жатыр. Ержан Стамбакиев деген, Азат Малик деген қазір Венгриядағы Венгерский опера театрының солисті. Астана мемлекеттік филармониясының солистері бар, Алтынбек Абылда деген сынды. Енді бар, шүкір ақырындап. Олардың да алды дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаттары, тұңғыш президент қорының лауреаттары, стипендианттары енді бар. Азамат мырза, енді жеке өміріңізге де тоқталып өтсеңіз, отбасыңыз туралы. Өнерге жақын ба жұбайыңызды? Әрине, жолдасым, жұбайым өнерге жақын адам, өзімнің бір сыныпта оқыған Азаматша, ол кісі флейта аспабында ойнайды. Астана эстрада симфониялық оркестрде жұмыс жасайды, және Қазақ өнер университетінде сабақ береді, тәлім береді. Ал енді эстрадада жүрген әншілерге қалай қарайсыз? Енді көбінесе операда жүрген әншілер қалай бір айтады ғой, осы біз кішкене мойындамаймыз дейсіздер ма? Ол да қалай айтуға болады оны? Жоқ, менде ондай қатып қалған қағида жоқ, эстраданы мойындамаймын деп. Ол да қазіргі заманның ағымы. Ол да жастан, енді операдан классикалық жанрдан кейін келе жатқан осы заманауи жанрлардың бірі ғой. Опера болсын, джаз болсын, блюз болсын, мюзикл болсын. Оның бәрі керек деп ойлаймын. Ал эстрадалық бағыттағы әндер тыңдайсыз ба өзіңіз?
шынын айтсам көп тыңдамаймын мен былай әншілерден жоқ былай қатып қалған бір әнші жоқ. Міне осы әншіні тыңдаймын нетемін деп, бірақ енді мына аға буын әншілеріміз Роза апайымызды, Рымбаева, қазіргі жастардан Димашты жақсы өзім жақсы көремін, тыңдаймын, сол сияқты әншілер. Ал өз жанрыңызда опера әншілерінен пір тұтатын енді пір тұтатын әншілерім ол мына Ермек Серкебаев, Гүлгүл Төлегенова жаңа айтып кеткендей, ең алғашқы аға буын, ата буын деп айтатын орта буында да бар. Енді бізден жоғарырақ Нұржамал Үсенбаева сияқты, Майра Мұхамедқызы, өзімнен сәл кішкене бір 5-10 жас үлкен әншілер бар. Талғат Мұсабаев сынды өзімнің әріптестерім, Сүндет Байғожин, Медет Жотабаев сияқты сынды әншілер бар. Әрине олардың айтып жатқан спектакльдарына қатысып, тыңдап, ақыл кеңес сұраса, сын сұраса айтып дегенде солай өсеміз ғой. Байланыста қолдау көрсетеміз ғой. Тамаша. Енді Азамат мырза, өзіңізден таңғы хабардың көрермендеріне таңғы тілек болса. Енді мен ең басты тілерім еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Әр таңымыз осындай жақсы күнменен ата берсін дегім келеді. Тамаша. Көп рахмет. Енді опера әншісі келгеннен кейін міндетті түрде қонақ кәде сұрайтынымыз, жалпы өнер адамдары келгенде қонақ кәде сұрайтын тағы бір дәстүріміз бар ғой, оны өзіңіз жақсы білесіз. Енді бір қонақ кәде сұрайық, қандай ән шырқап бересіз бізге, Азамат мырза? Әрине таң атпастан операдан өзімді айтып көрермендерді қатты қинамай қояйын, бірақ өзім сүйіп айтатын, өзім де жақсы көретін Александр Зацепин, Леонид Дербеневтің сөзіне жазылған Тақиял періште кинофильмінен тыңда әнін айтып берейін. Осы әннің алғаш орындаушысы сол Ермек Сергебаев атамыз болатын. Ендеше ортаға шақырайық. Рахмет. Қабыл алыңыздар. Тыңда бұлбұлдың таңғы жыры, тыңда таулардың жаңғырығы, тыңда желінің жаңбыр үнін, солын менің жан сырым, бір сендік зар жырым. Сайрашы бұлбұл тағы, сайра сыңғырласын гүл бағы, сайра жаңғырықсын нұр таңы, үнім болсын бал болақтар, мен болып сырақтар. Салам, сүйем мен, пірім сүйем мен, гүл еркем сүйем мен, сүйем мен.
әлемге жар салам, сүйем мен, пірім сүйем мен, гүл еркем сүйем мен, сүйем мен. Бәрекелді. Азыға көп рахмет. Күніңіз сәттілікке толы болсын. Өзіңізді көргенімізге біз де қуаныштымыз.